Ойбай, луговойда күн деген шыжып 40-50 градус болып тұрғы үйдің ішінде жанып, ауа жоқ болғаннан қой даладағы мусорларды жинайшы деп шыққанмын ғой. Сөйтсем дала вообще жанып тұр. Мына күннің ыстығында бар ғой, жерге деген жұмыртқа пісіріп көрсе болады. Кәнекей мен де эксперимент жасап көрейінші деп үйге барып тез сковородкамды, колбасамды, тұзымды, барлығын жұмыртқаларымды алдым. Сковородкамды күннің астына қызып тұра берсін деп қойып қойдым. Как раз балаларым обедке мама жұмыртқа пісіріп беріңізші, колбасамен деп жүрген болатын. Ана күннің ыстығын пайдаланып жақсы болды ғой. Газға да эконом болатын болды. Жұмыртқаларымды осылай біртіндеп шағып бастадым. 5-ақ штук жұмыртқам қалған ғой, холодильникті ашып басым. Сосын кішкене ғана желінбей тұрған мына колбасалар бар еді, оны да тура балаларыма өткізіп жіберем деп тұздымды бірінші салып қойдым да. Газ керем деп қасығыма жүгіріп кетсем, мә қараңыздаршы, расымен де жұмыртқа деген күнге піскен ғой. Тек қана үстіндегі мына сарылар ғана шикі болғанда, қой тез мына колбасаларды да салып пісіріп алайын дедім де, енді күннің витаминдерін алсы. Өзімше болып күннің астына эксперимент жасап жұмыртқаны пісіріп отырсам, бір кезде құдай қонақ келіп қалды. Өлә, енді не істеймін, мына жұмыртқа жете ме екен сол қонаққа дедім де, қош бір мәнісі болар дедім де, қараңыздаршы, осылай бөлсем асты кәдімгі пісіп шыққан ғой. Мен негізі сенбегенмін. Мына күннің астында жұмыртқа пісіп жатқанда мен де қызарып пісіп қалмайын қой, үйге кірейін деп тез столымды жайып, қонағымды күтіп, неке інім келіп қалған ғой Балқаш қаласына. Тез жұмыртқамды енді балалар шағама беріп, жегіздіріп жіберейін дедім. Енді дәмін айта алмаймын, қыздар. Өте ерекше дәмді болып шыққан ғой. Сөйтінде құдай қонағыма осы жұмыртқамды бердім. Бала шаға барлығына жетті ғой, неге бір кусоктан бердім. Енді жақсы болды ғой, мына күннің ыстығында газға эконом жасап далада тамақ пісіретін болдым.